Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қатпарлы қамырды қалай дайындалу керектігі жөнінен бөлісеміз. Сонымен қатпарлы қамырды дайындау үшін бізге ұн керек, су керек, тұз керек, сары май немесе кез келген өсімдік майы. Зәйтүн майының иісі біраз білінеді, сондықтан сұйық май немесе және тұз керек кішкене. Және қамырды жаю үшін бізге крахмал керек. Бұл жерде жүгерінің крахмалы немесе картошканың крахмалы. Өздеріңіздің қалауларыңызша, қолдарыңызда не бар, соны қоса бересіздер. Қаласаңыздар жұмыртқа қосуға болады. Мен қазір сіздерге ең қарапайым түрмен бөлісемін. Бізде қазір мындағы жерде 700 граммдай ұн бар. Оған жарты шай қасық тұз қосамыз. Аса көп тұз қоса берудің қажеті жоқ. Бұл аралықта біз мындағы сары майымызды кішкене ақырын отта жібітуге қоямыз. 4-ке қойып жібіте беремін. Сонымен мындағы қазір айтам. Мындағы қамырымызды жақсылап еттің қамырынан жұмсақ етіп илеп аламыз. Дананың қолында жүзіктері бар, жаныма не айттым. Анасына жағаласып, осылай тұр. Анда нәзірде жағаласып жатыр, е? Салқын суда илеп жатырмын. Егер крахмал жоқ болса, ұнмен де жая берсеңіздер болады. Крахмалмен қамырыңыз өте жұмсақ, өте нәзік, жібектей болып жайылады, яғни бір тегіс сондай. Сүтке илесеңіздер де болады. Сен өзің айттың ғой, жан. Суымыз кішкене тағы да салқын су керек болды бізге. 750 грамм шамасында менде бұндағы жердегі ұн. Соған бізде жарты литрдей су кетеді. Нәзір қой, жан. Самса дайындағаннан кейін көбінесе осы қатпарлы қамырды дұрыстап түсіріңізші деген сұрақтар болды. Сонымен сол сұрақтардың жауабы мінекей осы. Қамырымызды өте жақсы етіп илеп аламыз, әбден иін қандырамыз. Қазір мен саған илеп болғасын берем. Жоқ, жаным, болмайды ыдыста алуға. Енді майымызды көреміз. Майымыз еріп жатыр. Мінекей, әлі толық еріген жоқ. Қайнатып, көпіршітіп жіберудің қажеті жоқ. Тек жібітіп алсаңыздар болды. Қамырымызды ыңғайлап алып, мынандай 5 бөлікке бөлдік. Және бетін жауып, демалдырып деп айтамыз. Немесе ие қанғанша бетін жауып 1-20 минут, 15 минут көлемінде қойып қоямыз. Сонымен достар, Дананың қолы қанаққа көп жағаласқанды. Қамырымыз мінекей ие қанды. Жақсылап қолымызбен осылай барлығын бір-бір илеп қойып қоямыз. Бастырып. Анда өзің қамырыңды істей бер. Сол өзің қамырыңды істей бер. Мінекей. Қалған қамырды бетін жауып қоя тұрамыз. Енді сен қайтадан қанатып алу мүмкін, сондықтан жағаласпай отыра ғой. Неге? Қамырымызды жұқалап, мүмкіндігінше жұқалап жаямыз. 4 бұрышты бола ма, 6 бұрышты бола ма? Ең бастысы жұқа қамыр жайып алу керекпіз. Қамыр мінекей еттің қамырынан жұмсақ өте. Жаюға бізге солай ыңғайлы.
және жұмсақ қамыры май жаққаннан кейін тез кірігеді, яғни майды өзіне сіңіріп, бір сағаттарда, бір жарты сағаттарда қайтадан әрі қарай қолдана беруімізге мүмкіндігіміз бар. Ендігі кезекте крахмалымызды ұн орнына пайдаланамыз. Ай. Мен қолым қанамайды. Сен байқамай қанатып алдың. Осылай қамырымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Біз бір қамырымызды жайып болдық. Осындай үлкен қамыр шықты. Жұқалығы мінекей. Бұрышын санауға әрине саусағымыз жетпейді. Бұрыштары өте осындай. Әрине бұл еш нәрсе етпейді. Қиындық туғызбайды бізге басқа. Ендігі кезекте бұған дейін Тананың қолы жазылмай жатыр. Бұған дейін дайындап қойған майымызды құямыз. Кисточкамен немесе алақанымыздың көмегімен ұзыншалап жағып шығамыз. Бетіне тегістеп жағып аламыз. Қазір саған да берем жаным. Мәйін әзір қойсаңшы. Жоқ. Май емес. Қолы май емес. Қанамайды. Өйткені ол сен сияқты кесіп кететін нәрсе ұстаған жоқ қой. Қолың басылады қазір. Жыласаң видеодағылардың бәрі күледі. Ой, анасының қызы жылау екен, қолын өзі кесіп алып, өзі жылап отыр деп. Неке бетіне майы тегіс етіп жақтық майымызды. Неке. Ендігі кезекте бұл қамырды ақырындап орап шығамыз шетінен бастап. Жіңішкелеп орауға тырысамыз әрине. Және қалған қамырларды да осылай етіп жаямыз. Егер сіз самса істейтін болсаңыз, осы қамырдың бір өзін орағаныңыз жетеді. Ал егер де одан бөлек үлкенірек нәрселер жасайтын болсаңыз, келесі қамырларды бұның сыртынан орағаныңыз жөн болады. Қазір оны алдағы видеода бөлісеміз. Бісмилля. Егер бірдеңеден қамыр қалып қалатын болса, тіпті еттен болсын, неке. Осылай қатпарлы қамыр дайындап қатырып тастасаңыз болады. Осылай орап шығамыз. Сонымен неке біздің екінші қамырымыз да дайын болды. Енді сізге қалай ыңғайлы болып көрінеді. Екінші қамырымызға да дәл солай етіп май жағамыз, май құямыз. Неке жетпесе тағы құйып алатын боламыз. Кисточкамыздың көмегімен жағып шығамыз. Дәл солай етіп. Әзір қой. Анаң ұрсады. Қайсы ана? Мен ана. Не болды? Қолың қалып қалды ма? Еш нәрсе етпейді енді.
тегіс майлану үшін мен осылай істеп шығамын. Барлық жерді кисточкамен тұрмас үшін. Бір қамырды 2-3 қабаттап осылай да істей салуға болады. Қайтадан орап шығамыз қамырымызды. Мінекей. Осы әдіспен барлық қамырларымызды қабаттап аламыз, осылай қатпарлап. Мінекей. Бұның сыртына сесеңіздер де болады. Сонымен достар, мінекей дайын болған қамырымызды полиэтиленді пакетке салып, мінекей. Егер сіз 1 сағат, жарты сағаттың ішінде қолданатын болсаңыз, мұздатқышқа саламыз. Ал ең жақсысында 1-2 сағат тоңазытқышта тұрып, ұзақ уақытқа қалдыратын болсаңыз, сосын барып қатырғандарыңыз жөн, майы сіңіп, сондай жақсы болады. Ал біз қазір мұздатқышқа жібереміз, себебі әрі қарай біз тағы да басқаша видеоға пайдаланамыз бұл қамырды. Сонымен достар, мінекей біз жарты сағат болды мұздатқышқа салғанымызға, және оны мұздатқыштан алып шықтық. Мінекей қазір мен бір шетін кесіп көрсетемін. Самса үшін осылай біріктіреміз екі шетін. Мінекей қолмен немесе оқтаумен жайып, қатпарлы ортасына салмамызды салып, қатпарлы самса, қатпарлы тәтті нан кез келген жасай беруімізге болады. Қазір біз жақынырақ көреміз. Мінекей. Осындай қатпарлы қамырымыз дайын болды. Әрине бұл бір түрі ғана. Бұны жуан етіп, қаттаманан, тағы да басқа қалауыңыздағы нәрселерді жасауға болады. Сонымен осындай қамырды жасаумен бөлістік. Бұдан түрлі тәттілерді дайындай берсеңіз болады. Ең бастысы қамырыңыз үлпілдеп, үзіліп, үгітіліп тұрады. Дана топ-топ жасап жатыр қамырдан. Анау кісілерге. Ол жерде ешкім отырған жоқ, бірақ сол кісілерге жасап жатыр. Сонымен мінекей қыздар, осындай қатпарлы қамырымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Өтіріктен жасап жатыр.